күн. Балалар, бүгін біз ерекше зерттеу жұмысын жасайтын боламыз, иә? Балалар, жер бетінде тіршілік ететін адамдарға, өсімдіктерге, жан-жануарларға не қажет? Дұрыс. Күн, дұрыс айтасың. Ауа қажет болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, енді біз соның ішінде сумен зерттеу жұмысын жасаймыз, иә? Балалар, судың түсі қандай? Түссіз жоқ, дұрыс айтасыңдар. Балалар, біз суға бояу қосып, және де одан да басқа қызықты заттар қосып, түрлі ғажайыптар жасайтын боламыз, иә? Балалар, біздің бірінші тәжірибеміз алдарында мынандай түрлі түсті конфет берілген, иә? Тәлеркеге салынған. Енді соған үстіне суды құйып, көрейік қандай құбылыс пайда болатынын. Жақсы ма? Ала ғой. Келесі біздің зерттеу жұмысымыз, балалар, сендердің алдарында стаканда түрлі түсті бояу берілген, иә? Осыған бірінші ас содасын саламыз, иә? Екінші ыдыс жууға арналған сұйықтықты құямыз, иә? Одан кейін балалар сірке суын құямыз, иә? Содан кейін қандай ғажайып болатынын көреміз, иә? Балалар, ол үшін біз ас содасын аузымызға салмаймыз, иә? Сірке суын иіскеп көруге болмайды, иә? Ал жұмысты бастаймыз ба? Иә. Қанекей, балалар, бастайық. Ал қанекей, келесі зерттеу жұмысымызды бастайық. Келесі балалар, ыдыс жууға арналған сұйықтықты құямыз. Қанекей, құя қойыңдар. Балалар, біздің келесі тәжірибеміз түрлі түсті алдарында су бар, иә? Түрлі түсті бояуға боялған су бар. Енді біз осыған сұйықтық майымызды құйып, және С витаминін ішіне саламыз, иә? Қандай құбылыс шығатынын бақылап көрейік, иә, балалар? Балалар, бүгін біз қызықты тәжірибелер жасадық, иә? Сендерге ұнады ма? Иә. Қандай жұмыс қайсысы қаттырақ ұнады сендерге? Тас. Судан атқылаған тастар шықты, иә? Балалар, бүгін біз тәжірибеде сірке суын пайдаландық, ас содасын пайдаландық, және бояуларды пайдаландық, иә? Және соларды пайдалана отырып, судың түрлі құбылыстарын көрдік, иә, Кәусар? Жарайсыңдар. Сендерге ұнады ма? Иә. Сендерге көп-көп рахмет, балалар.